Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Кешкі асқа не жасарларыңызды білмей отырсаңыздар, дәл осы рецепт бойынша кешкі ыстық тағамды осылай жасап көріңіздер. Жасалуы өте оңай әрі дәмді тағам болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге керекті заттарымыз алдын ала картошка, қызанақ, пияз, етімізді жақсылап турап алатын боламыз. Кез келген етті қолдансаңыздар болады. Менде енді осындай тауықтың еті болды. Жақсылап майға қуырып алатын боламыз. Етіміз осылай жақсылап қуырылғаннан кейін пиязымыз бен сәбізімізді де үстіне салып, жақсылап тағы да қуырып алатын боламыз. Осылай жақсылап қуырылғаннан кейін үстіне бір ас қасық толтырмай соя соусын құйып жақсылап тағы бір мәрте араластырып жібереміз. Сол кезде біздің етіміздің дәмі кіріп, өте дәмді болып шығады. Және қуырып болғаннан кейін алдын ала турап қойған картопымызды да салып қуыратын боламыз. Картопты өздеріңіз қалауларыңыз бойынша әртүрлі етіп турасаңыздар болады. Және осы кезде екі бас сарымсағымызды да турап, бәрін бірге жақсылап қуыратын боламыз. Осылай жақсылап қуырып болғаннан кейін, оның үстіне қызанағымызды да салатын боламыз. Мен осындай қызанақтың сыртқы қабықтарын бәрін ашып тастадым. Ашымай салсаңыздар да болады. Міне осылай қызанағымызды да салдық. Қызанақ болмаса, томат қоссаңыздар да болады. Және оның үстіне көріп тұрғандарыңыздай азырақ ұн саламыз да жақсылап қозғап, суын құйып, жай отта қайнататын боламыз. Дәміне қарай тұз салуды ұмытпаңыздар. Міне осылай подливімізді жай отта қайнататын боламыз. Енді бұл подливіміз қайнап жатқан кезде енді күрішімізді пісіретін боламыз. Алдын ала қызып тұрған табамызға осындай сары майымызды салып ертіп аламыз. Бұндай сары май болмаса, кәдімгі тамақ жасайтын сұйық май қойсаңыздар да болады. Бірақ сары маймен жасасаңыздар, күріштеріңіз өте дәмді болады. Менде алдын ала бір кесек күрішті осылай жуып аламыз. Жуып 5 минутқа қойып қойсаңыздар, күріштеріңіздің суы кетіп құрғайды. Осы кезде жаңағы қызып тұрған майымызға күрішімізді салып қуыратын боламыз. Көп қуырып жібермейміз. Күрішіміздің өзі ағарғаннан кейін 3-4 минут қуырып аламыз. Одан кейін жақсылап қуырып болғаннан кейін қайнап тұрған суымызды күріштің бетімен етіп құйып, дәміне қарай тұзын салып, және оның қақпағын жауып демдеп қоятын боламыз. 15 минут ары кетсе 20 минут демдеп қоямыз. Демдеген уақытта қозғамайсыздар. Пісіп болған кезде бірақ қозғайсыздар. Міне менің күрішім 20 минуттан кейін араластырып жатырмын. Күрішім осылай өте әдемі, езілмеген, дана-дана болып шығады. Енді біздің күрішімізде, подливімізде дайын болды. Әсемдік үшін осындай пиялаймыздың ішін сулап алып, күріштерімізді салып, арнайы тарелкамызға осылай аударып, әдемі көріну үшін осылай жасасаңыздар болады. Міне күрішімізді салып болғаннан кейін, оның жан-жағына жаңағы піскен подливтерімізді құйсақ болады.
Тағам өте дәмді болады. Кешкі асқа, түскі асқа жасап ішсеңіздер өте дәмді болады. Сіздер де дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркеліп, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Алтынай.